Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін үй жағдайында өте дәмді болып шығатын, өте керемет болып дайындалатын қаттама дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге ыстық су қажет, оның үстіне сүт, тұз, қант, аштықымыз міндетті түрде балғын болғаны міндетті. Сол кезде қамырымыз жақсы көтеріледі. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызды еліктен өткізіп қосамыз. Мен астына ұнның грамын жазып қоям, сіз өз көз мөлшерімен салыңыз. Әркімде ұн әр қалай. Осылай қолымызбен қамыр қылып илейміз. Мінекей бізде жұмсақ, өте әдемі қамыр пайда болды. Бетін жауып, 10 минутқа тындырып қойып қоямыз. Енді мен осындай құйрық майды майдалап турап, қазанға салып қуырып, оны тоғымай қылып тоңлатып алдым. Осындай сары май, және менде осындай алдын ала дайындалған тоң май менде. Осыдан біраз бөлігін салам. Егер сізге ұнамаса, тек сары маймен жасасаңыз болады, ал бізде мен осындай тоғы май салдым. Оның үстіне 3 ас қасық көлемінде сұйық май. Қамырымыз тынды. Алып, осындай 4 бөлікке бөлдім. Сіздер қалауларыңызға қарай 2 бөлікке бөлсеңіздер болады. Әйтпесе үлкен бір бөлікке бөліп жайсаңыздар да болады. Мен сіздерге түсінікті болу үшін осындай 4 бөлікке бөліп жасадым. Алдымен екеуін бірге қабаттап жайдым. Видеодағыдай. Екеуін бірге қабаттап жайған кезде арасына көбірек ұн салмасаңыздар, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан видеодағыдай ұнды көбірек себіңіздер. Мінекей 2 қамырымыз дайын. Қалған 2 бөлігін жаямын. Мінекей менде қамыр дайын. Қараңыздар, жұмсақ, жұқа, өте әдемі болып жайылып шықты. Біреуін орап алып қоямын да, астындағысында қараңыздар, қандай жұқа әдемі болып шықты. Енді алдын ала ертілген тоң май, сары май және ақ май қосылған майымызды осылай жағып шығамыз. Енді екінші бөлігін қойып, оның үстіне де майымызды жағып шығамыз. Видеодағыдай.
алдын ала жайылған қамырымызды да осылай үстіне қойып жаямыз. Бұл 4-ші бөлігі. Мінекей мен осылай қылып орадым. Сіздер шетінен шиыршықтап орасаңыздар да болады. Мен ортасынан осылай кестім. Сол кезде біздің қаттамамыздың қатпарлары көп әрі әдемі болып шығады. Кеспей қойсаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Ал кессеңіздер, видеодағыдай өте әдемі қаттама шығады. Видеодағыдай ораймыз, нығыз қылып ораймыз. Ең соңын осылай алып келіп, астына осылай бастырамыз, шығып кетпес үшін. Бетін жауып, 15 минутқа тындырып қойып қоямыз. 15 минуттан соң бетіне біраз ұн сеуіп, оқтаумен басып жаямыз. Листің үстіне пергамент қағазын төсеп, қаттамамызды саламыз. Бір жұмыртқаны алып, бетіне жағып шықтым осылай. Мен осындай ақ күнжіт пайдаландым. Ақ күнжіт, қара күнжіт, мак сепсеңіздер болады, сеппей қойсаңыздар да болады, ол өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. «180 градуста 30-35 минут пісіреміз». Мінекей, менде қаттама дайын. Қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Қып-қызыл өте әдемі болып пісіп шықты. Қараңыздар, қандай керемет. Май жаққан арасының барлығы бөлек-бөлек болып, әдемі болып тұр. Қараңыздар, қандай керемет. Қатпар-қатпар болып тұр. Өте әдемі болып пісіп шықты. Бөліп көрсетемін. Қараңыздаршы, өте дәмді, қытырлақ, керемет қаттама болып шықты. Бөліктерінің барлығы үгітіліп, өте әдемі болды. Сіздер де міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер. Асты да, үсті де бір келкі қып-қызыл болып пісіп шықты. Қараңыздар, қандай керемет. Үлпілдеп, әдемі болып тұр. Сіздер де үй жағдайында жақындарыңызға, балаларыңызға қонақ шақырғанда осылай жасап көріңіздер. Өте әдемі болып шығады. Тура осы рецептпен жасасаңыздар, осындай қаттама сіздерде дайын болып шығады. Үй жағдайында міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписацияны басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Менде бұдан да басқа видеолар бар, кіріп қараңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.